Саламатсың ба оқушы? Бүгінгі сабаққа қош келдің. Балалар, үйден Қазақстан қайта құрудың бастапқы кезеңінде деген тақырыпты талдап, берілген сілтемедегі бейне жазбаны көріп, түсініп, оқып келген боларсыңдар. Олай болса, балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Қазақстан қайта құрудың бастапқы кезеңінде. Балалар, бүгінгі сабақта біз зерттеу сұрағы КСРО-ның ыдырауы заңдылық па, әлде кездейсоқтық па деген сұраққа жауап іздейміз. Бүгінгі сабақта қоғамдық саяси өмірдің ерекшеліктерін түсіндіру және өзіндік талдау жасаймыз. Кеңес өкіметі кезіндегі орын алған әлеуметтік-экономикалық мәселелерді талдаймыз. Балалар, 1980 жылдары ел тарихында қандай өзгерістер орын алды? 80 жылдардың бас кезінде Кеңестер одағының барлық республикаларында аса ауыр әлеуметтік-экономикалық жағдайлар қалыптасты. Қоғамның саяси ұйымдасуы, экономикалық қатынастардың күні өткен жүйесі елді күрделі дағдарысқа келіп тіреді. 1985 жылы наурызда КОКП-ОК бас хатшысының қызметіне Михаил Сергеевич Горбачев сайланды. КОКП-ОК-ның сәуір пленумында әлеуметтік-экономикалық өмір мәселелерін жаңаша құрастыру әрекеті жасалды. Әлеуметтік-экономикалық дамуды жеделдету бағыты жарияланды. Сол кездегі саяси басшылық алға қарай жылдам дамуды, экономикалық өсу қарқынын төмендетпеу және негізгі күш-жігерді осы бағытқа жинақтау есебінен іске асыруды жоспарлады. Бұл бағыт 1986 жылғы ақпанда болып өткен КОКП 17-ші съезінде одан әрі дамытылып мақұлданды. Партия өзін қоғамды жаңарту жолында елді соңынан ерте алатын нақты күш деп жариялады. Бұл кезеңде қоғамдық экономикалық өмірдің көптеген күрделі мәселелерін шешудің бұрынғы әдістерін қолдану әлі де болса сақталды. Сондықтан әлеуметтік-экономикалық дамуды жеделдетуге бағыт алған сәуір 1985 жылы пленумы одан кейінгі пленумдарда КОКП 17-ші съезінде КСРО-ны жақындап келе жатқан терең дағдарыстан құтқара алмайтынды еді. Бұдан кейінгі оқиғалар жеделдету бағыты нақты және айқын бағдарламасыз, терең ойластырылған ғылыми тұжырымдамасыз қабылданғанын көрсетті. Қайта құру және партияның кадр саясаты туралы мәселе қараған КОКП-ОК-ның қаңтар 1987 пленумында партия мен бүкіл қоғам қызметінің басты мақсаты қайта құру болып табылатыны жарияланды. Жеделдету бағыты сияқты қайта құру да демократия көбірек болсын, заңдылық пен тәртіп көп болсын, патриотизм мол болсын, механикалық көзқарастардың салтанат құруына әкеліп соқтырды. Халық шаруашылығындағы тоқырау құбылыстары әміршіл-әкімшіл жүйенің қарама-қайшылықтары мен кемшіліктерінің салдары еді. 1985 жылдың сәуірінен бастаған тарихи бетбұрыс коммунистік идеялармен тәрбиеленген адамдарға оңайға түскен жоқ. Қазақстандағы қайта құру үдерісі елдің басқа аймақтарындағыдай көптеген қиындықтар мен кедергілерге кезікті. Балалар, алдарыңызда қайта құру 1985-1991 жылдардың мақсаттары мен нәтижелері көрсетілген. Айтып өткендей, социализмді жетілдіру, лениндік бастамаларға оралу, яғни мақсаттары ұлттық қарама-қайшылықтар, жаңа одақтық келісім дайындау және әлеуметтік-экономикалық жеделдету, кәсіпорындарға шаруашылық есеп енгізу, КОКП саяси жүйесін реформалау. Нәтижелерінде 1991 жылы тамыз оқиғалары, КСРО-ның ыдырауы, ТМ-ді құрылуы, әміршіл-әкімшілік жүйені жою, КОКП билігін шектеу, жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға өту болды. Балалар, алдарыңызда сіздерге свод талдау ұсынылады. Яғни қайта құру саясатының мықты жақтарын бірінші топ, әлсіз жақтарын екінші топ, мүмкіндіктерін үшінші топ, қауіп қатерін төртінші топ талқылайды. Олай болса, іске сәт. Топтық жұмысты аяқтаған болсақ, балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Үйлеріңізде көрген видеода берілген ақпаратты тыңдап, оқиғаларды уақыт сызығына ретімен дұрыс орналастыр. Аяқтаған болсаңыздар, дұрыс жауаптарыңызды тексеріңіздер. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Сау, саламатта болыңыздар.